Саламатсыздар ма? Абиценна көпсалалы медицина колледжінің ұжымы және студенттері. Мен тарих пәнінің оқытушысы Бегметова Наргиза Камилбай қызы. Бүгін мен сіздермен Қазақстан тарих пәнінен қазақ халқының мәдениеті туралы сабақ өтемін. Сабағымызды видео сабақ арқылы мұқият тыңдап, өздеріңізге мағлұмат жинайсыздар деген үміттемін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақ халқының мәдениеті. Сабағымыздың мақсаты студенттерді халқымыздың мәдениетінің түрлерімен таныстыру. Жалпы материалдық мәдениет туралы мәлімет бере отырып, қазақ халқының мәдениетінің өшпес құндылықтары екеніне көз жеткізу. Мәдениет негізінен екі түрге бөлінеді: материалдық мәдениет және рухани мәдениет. Рухани мәдениетке келіп тоқталатын болсақ, қолмен ұстап, көзбен көруге болмайтын, тек санамен, түйсікпен қабылданатын мәдениет жетістіктерін біз рухани мәдениет дейміз. Ал материалдық мәдениетке келіп тоқталатын болсақ, қолмен ұстап, көзбен көретін заттардың бәрін біз материалдық мәдениетке жатқызамыз. Киіз үй, киім-кешек, кесенелер, ұлттық ойындар, ұлттық тағамдар, ұлттық аспаптар, қару-жарақтарды жатқызамыз. Енді сол материалдық мәдениетке киіз үй. Киіз үй көшпелі халықтардың қысы жазы отыратын өте қолайлы және төзімді баспанасы. Ол тез құрылып, тез жиналады. Қыста жылы, ал жазда салқын. Көлеміне және сыртқы кейпіне қарай әртүрлі болып келеді. Киіз үйдің негізгі қаңқасын киіз үйдің сүйегі деп атайды. Қазақ халқының ұлттық киімдері. Ұлттық киімдерінің түрі де, үлгісі де еш халықтың кем болған емес. Оның көркем үлгілері әлемнің этнографиялық мұражайлары мен көрмелерінен орын алған. Ұлттық қолөнерге біз киіз үйдің төріндегі заттарды жатқызамыз. Яғни бұл жерде жүк аяқ, қымыз тосық, әшекей бұйымдар, қапсырмалар және тағы басқа заттарды біз осы материалдық мәдениетке жатқызамыз. Енді қазіргі кезеңдегі, яғни тәуелсіздіктен кейінгі біздің материалдық мәдениетіміз, қазақ мәдениетіміздің құндылықтары Шымкенттегі облыстық тарихи-өлкетану мұражайында Ұлы Жібек жолындағы Отырар, Сайрам, Түркістан сынды ежелгі қалалар мәдениетінен бүгінгі тәуелсіздік жылдарына ұласқан халықтың ежелден желісі үзілмей келе жатқан салт дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары, өнері мен тұрмыстық бұйымдары көрнекіленіп, өлкенің 2,5 жылдық тарихи қамтылған. Құнды жәдігерлер молынан жинақталған бұл мұражай осы аймақтағы тарихи нысандардың бірі болып есептеледі. Негізі 1920 жылы қаланған мұражай республика бойынша жәдігерлер саны тарихи-мәдени құндылығы жағынан Астана мен Алматыдағы мемлекеттік республикалық мұражайлардан кейінгі орынды алады. Басқа облыстардағы өлкетану мұражайларымен салыстырғанда оңтүстіктегі осы мұражай жәдігерлерінің саны бойынша алда тұр. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе сіздерге мен осы мұражайды аралауды, яғни саяхаттауға шақырамыз. Мұражайдан алған білімдерің арқылы қазақ халқының материалдық мәдениетін шетелдік азаматтарға қалай таныстырар едіңіздер? Міне сіздер видео сабақ арқылы қазақ халқының мәдениеті туралы және материалдық мәдениет туралы өздеріңізге мағлұмат алдыңыздар деген үміттемін. Бүгінгі сабағымызды тыңдап, назар аударғандарыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.